Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай жұмсақ, дәмді болып шығатын булочки жасадым. Сіздермен бөліскім келіп отыр. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ. Менің каналыма тіркеліп алып, қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Видеоның соңына дейін көруге кеңес етемін. Алдымен аппара жасап аламыз. Осылай жылы суымызға жылы сүтімізді құйып, міндетті түрде жылы болу қажет. Біраз қасық қантымызды және біраз қасық дрожжымызды саламыз. Мына видеода мен көрсетуді ұмытыппын қант салғанымда. Осылай ұнымызды, бір стакан ұнымызды салып, жақсылап араластырып, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. 10 минут өтті, міне қараңыздар, бізде осындай бетінде дрожжымыз ашып аппара болып түзілді. Енді 2 жұмыртқамызды салып, бір стакан қантымызды салып, еріген сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды салып, бір шай қасық ванилин саламыз, разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізу қажет. Сол кезде қамырымыз әдемі жұмсақ болып шығады. Осы илеу барысында ақ майымызды құйып, тағы да ары қарай илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай қойға жабысқақ, сондай қамыр болады. Оған қарамаңыздар. Ұнның керегінше алып илеп, міне осындай жұмсақ қамыр болады. 1 сағатқа ашытуға бетін жауып қоямыз. Міне менің қамырым ашыды. Көріп тұрғандарыңыздай, енді қазір осы бөліктерге бөліп, көзбен өлшеп бөлдім. Сіздер граммға салып өлшесеңіздер де болады. Примерно бір 60 граммдай шығады ғой. Өздеріңіз қалағаныңызша бөлсеңіздер болады. Енді осы бөліктерге бөлген қамырымызды жайып аламыз. Қатты тым жұқа болып кетпесін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты жайып жатқан жоқпын. Кішкене ғана жайсақ, сол жеткілікті. Енді арасына тосап салсаңыздар да болады, шоколад салсаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Мен алманың, яғни джем салдым. Алмадан жасалған джем. Өздеріңіз қалауыңызша джемнің әр түрін жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде арасын тығыз қылып жабыстыру қажет. Және осындай кескінмен кесіп шықтым. Осылай жасаймыз, рогалики болады енді. Міне менікі қан сарсын осылай жағып шығамыз. Үстіне күнжіт немесе мак қалауларыңызша сепсеңіздер болады. Менде күнжіт болды, күнжіт сеуіп шықтым. Барлығына рогаликилердің 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне рогаликилерім пісті. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Дәл дүкендегідей болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Сатуға қойсаңыздар да ұялмай сата бересіздер. Қонақ шақырсаңыздар да міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.